2-3 желтоқсан аралығында Түркістан қаласы аумағында табиғи және техноген төтеншалар қаупі төнгенде немесе орын алған кездегі басқару органдарының азаматтық қорғау қызметтері мен құралымдарының іс-әрекеттері тақырыбында кешенді оқу-жаттығу облыс әкімінің бірінші орынбасарының өкіміне сәйкес өткізілуде. Осы оқу-жаттығулар барысында Түркістан қаласында болуы мүмкін кез келген төтенше жағдайларға басқару органдарының және де күш пен құралдардың дайындықтарын тексеріп, пысықтап, өзара іс-әрекеттесуін тағы да бір нақтылап өтетін боламыз.